Барлығымыз білетіндей, соңғы кезде ауа апаттары көп болды. Олардың бірі 25 желтоқсан күні еліміздің Ақтау қаласына құлаған Әзірбайжан Airlines'тың Баку-Грозный бағытында ұшып бара жатқан Embraer ұшағы болатын. Ұшақ бортында 67 адам, оның 5-еуі экипаж мүшесі болатын. Ұшақ құлаған соң 67 адамның 29-ы тірі қалған. Мамандардың айтуы бойынша пилоттар ұшақтағы адамдарды ғана емес, Ақтау қаласының маңындағы Сайын ауылының тұрғын үйлерінен ұшақты алыстатып, жердегі адам өмірлерін де аман алып қалған. Ал егер суға қонған жағдайда бұндай техникалық қиындықтар мен бұндай ұшу параметрлері кезінде суға апатты қонса, тірі қалғандар болмайтын еді. Ондай жылдамдықпен суға ұрылған соққы кезінде су зақымды азайтпайды. Керісінше, оның тығыздығы мен қарсылығы салдарынан зардапты күшейтуі мүмкін. Ал тірі қалған адамдар болса да суға батып кетер еді. Сол себептерден ұшқыштар тәжірибелік Шнякин Игорь және Калянинов Александр бар шеберліктерін танытып, адамдарды құтқару үшін бар күштерін салып, соңына дейін күрескендері анық дейді мамандар. Және де олармен бірге болған экипаж мүшелерінің шешуші әрекеттері де үлкен рөл ойнады. Олар өз өміріне қауіп төніп тұрғанына қарамастан, қатты стресс жағдайында салқынқандылықты сақтап, нұсқауларды мүлтіксіз орындаған. Онымен қоса апат орнына ең бірінші болып жеткен Сайын Шапағатов ауданындағы подстанцияда жұмыс істеген энергетиктер болды. Олар адамдарды ұшақтан шығарып, дәрігерлер келгенше алғашқы көмек көрсетті. Біз Маңғыстау өңірлік торабының ұжымымыз ошақта жұмыс жасап жатқан кезімізде үстімізден ұшақ айналып ұшып жүргеннен кейін сосын байқасақ, КСО мекемесінің қапталынан самолет құлады. Сол құлаған бойдан біздің ұжыммен осы ұжымдармен отырып сол жаққа қарай бардық, сол болған жеріне, жағдайда апат болған жағдай. Сол апат жағдайда бардық, көмек алғашқы көмегін көрсеттік сол тірі қалған адамдарға. Сол адамдардың 10-нан жоғары адамдарға сол көмек бердік, шығарып самолеттен құлағандарын. Соның ішінен сосын артымыздан МЧС-тің адамдары, сосын скорый помощьтың адамдары солары келіп. Ал жедел жәрдем және төтенше жағдай қызметкерлері апат орнына тез арада жетіп, жағдайды жылдам бағалап, зардап шеккендерге көмек көрсету үшін шұғыл шараларды қолға алды. Барлық осы адамдардың нағыз батырлық танытып, профессионализм мен адам өмірін аман алып қалуға деген ұмтылысы 29 адамның апаттан аман қалуына себеп болды. Ал қазір мен сіздерге ұшақтардың апатқа ұшырап, бірақ адамдардың аман қалған 5 жағдайын көрсететін боламын. Ұшақ апатты жағдайға тап болғанда барлығы сәтті аяқталуы мүмкін екендігін есте ұстау маңызды. Әуе тарихында нағыз ғажайып деп айтуға болатын жағдайлар болған. Батыр ұшқыштар мен өмірлерінің ең қорқынышты сәттерін бастан өткізген жолаушылар туралы қазір айтып беретін боламын. Ұшып келе жатқан ұшақтың бір сәтте жерге қарай құлай бастағаны өте қорқынышты жағдай. 1985 жылдың ақпан айында China Airlines авиакомпаниясының Boeing 747 ұшағы Тайбэй Лос-Анджелес рейсін орындап келе жатады. Ұшақ алдымен автопилотпен турбуленттік зонаға кіріп, кейін кішкене дірілден соң төрт қозғалтқыштарының бірі жұмысын тоқтатты. Екі жақтағы күштің теңсіздігінен ұшақты оңға қарай тарта бастады. Көп ұзамай ұшақ жерге қарай құлай бастайды. Командир соңғы сәтке дейін автопилотқа сенеді. Бірақ басқаруды өз қолына алған кезде өте кеш болады. Boeing құлап бара жатқан тас сияқты жерге қарай құлай бастайды. Құлап бара жатып, ол ауада бөлшектене бастайды. 2,5 минутта 12.000 метрден 3.000 метрге дейін түсіп, ұшақ бұлттардан шығады. Ал командир теңізді және горизонтты көреді. Ол уақытында ұшақтың бағытын түзеп, Сан-Франциско қаласына ұшақты қондыра алады. Кейбір жолаушылар ауыр жарақат алғандарымен адамдардың барлығы аман қалады. Бұл оқиғаны зерттеген сарапшылар бір қозғалтқыштан басқа ұшақтың барлық жүйелері дұрыс жұмыс істегенін анықтады. Апаттық жағдайға командирдің немқұрайлығы себеп болды. Оған уақытында автопилотты өшіріп, басқаруды өз қолына алу керек еді. Себебі бір қозғалтқыштың істен шығуы кезінде техникалық шектеулерге байланысты автопилот ұшақтың тура ұшуын сақтай алмайды. Қанаттардың мұздануы ұшақтардың қозғалтқышы құйрық бөлігінде орналасқан кезде ерекше қауіпті.
1991 жылы Макдональдс Дуглас 81 ұшағы әуежайда қар мен жаңбыр астында температура 0 шамасында түн өткізеді. Әуежайдың техникалық қызметі 2 рет мұздануға қарсы жұмыс жүргізеді. Содан кейін ұшақ Стокгольмнен Копенгагенге ұшып кетеді. Ұшқаннан кейін 25 секундтан соң қозғалтқыштардан қатты дыбыстар шығады. Содан кейін олар толықтай сөнеді. Макдональдс Дуглас планерге айналып, баяу жерге қарай құлай бастайды. Қысқа уақыттан кейін ұшақ орманның шетіне құлап 125 метрлік жол жасап өтеді. Ұшақтың фюзеляжы 3 бөлікке бөлінеді. Таңғалатын шығарсыздар, бірақ 129 адамның барлығы аман қалды. Бұл оқиға Готтрер ауылының маңайында болғандықтан Чудо в Готтрере деген атқа ие болды. Қанаттарындағы мұз барлық тексеру процедураларынан кейін байқалмай қалып қалған. Ұшып бара жатқанда мұз қанаттардан бөлініп, тікелей қозғалтқыштарға түсіп, помпаж туғызды. Яғни қозғалтқыштардың жұмыс режимін бұзды. Пилоттар қуатты төмендеткенде автоматика керісінше ұшақтың төмен биіктігін ескере отырып, қозғалтқыштардың қуатын арттырып жіберген. Бұл олардың толық зақымдануына алып келді. Әуе кемесінің командирі Стефан Расмуссен нағыз қаһарманға айналды. Алайда апаттан кейін ол ұшақтарға сенімін жоғалтып, авиациядан кетуге шешім қабылдайды. Құстар әуежайлар үшін ұзақ жылдар бойы өте маңызды мәселе болып табылады. 2019 жылы Уральский авиалиния әуе компаниясының Airbus A321 ұшағы Мәскеу-Симферополь бағыты бойынша рейске дайындалады. Мәскеу маңындағы Жуковский әуежайынан ұшқаннан бірнеше секунд өткен соң ұшақтың екі қозғалтқышына да шағалалар кіріп, олар істен шығады. Лайнер бортында 233 адам болған. Ұшақтың әуежайға қайта оралуына биіктік жеткіліксіз болды. Сондықтан командир Дамир Юсупов шассилерді шығармай жүгері алқабына қону туралы шешім қабылдайды. Ұшақтың ұшу қашықтығы бар болғаны 2 километр, ал уақыты 1,5 минут қана құрды. Ұшақтың соншалықты сәтті қонғаны бактардың жанармайға толы болғанына қарамастан фюзеляждың қирауы мен үлкен өрттен аман қалады. Жолаушылар үрмелі трап арқылы жерге түсіп, барлығы да аман қалады. Ұшқыштарға Ресей батыры атағы беріледі. Ал ұшақ болса бөлшектеніп утилизацияға жіберілген. Журналистер бұл оқиғаны чудо на кукурузном поле деп атаған. 2001 жылдың жазында әлемдегі ең сенімді жолаушы ұшақтардың бірі Airbus A330 Атлант мұхитының үстінде қиын жағдайға тап болды. Ол кезде Торонто мен Лиссабон арасында межконтиненттік рейспен 306 адам ұшып бара жатқан. Жанармай бактары толық толтырылған болатын. Жолдың жартысынан көбі өткеннен кейін борттық компьютер ұшақтың оң қанатында жанармайдың сол қанатына қарағанда әлде қайда аз екенін хабарлайды. Жағдайды дұрыс түсінбей, пилоттар бактар арасындағы байланыс құбырын ашып, жанармайдың біркелкі бөлінуін қамтамасыз етуге тырысады. Airbus ұшағы 10.000 метр биіктіктен 306 адаммен құлай бастайды. Ойлап көріңіз, бір дыбыссыз 10.000 метр биіктіктен бір емес екі қозғалтқышы істемей қалған ұшақпен құлап келе жатсыз. Қозғалтқышсыз 120 км ұшып өткеннен кейін лайнер жоғары жылдамдықпен жерге тигенде секіріп кетті де 10 дөңгелектің 8-і жарылып, ақырында аман есен жерге қонды. Белгілі болғандай, апаттан 5 күн бұрын әуе компания қызметкерлері оң жақ қозғалтқышқа оригинал шлангтан сәл ұзынын орнатқан екен. Нәтижесінде үйкелістен шланг жарылып, жанармайдың ағып кетуіне себеп болды. Ол инцидент үшін әуе компанияны үлкен айыппұлмен жазалайды. Ал пилоттарға азаматтық авиация тарихындағы ең ұзақ төмендеу рекордын қойған үшін марапаттар берілген. Гимли планері. Осындай атау Air Canada әуе компаниясының Boeing 767 ұшағына 1983 жылы таңқаларлық оқиғадан кейін берілген. Ұшақ Оттавадан Эдмонтонға бағыт алған кезде жолдың жартысында оның жанармайы таусылып, 8000 метр биіктікте екі қозғалтқышта істен шықты. Ұшқыштар жақын маңдағы Гимли авиабазасына қонуға шешім қабылдайды. Алайда ол уақытта авиабаза көліктердің жарыс трассасына айналған болады. Ал оқиға болған күні ол жерде балалармен демалып жүрген отбасылар көп болған. Қуанышқа орай ұшқыштардың бірі бұрын планерлермен ұшқан тәжірибесі болған. Планер деп қозғалтқышы жоқ, тек ауа ағыны мен аэродинамикалық күштердің көмегімен ұшатын ұшу аппаратын атайды. Ол жылдамдықты азайту үшін қанатпен қону әдісін қолданады.
қону кезінде ұшақ жерге жеткенше қырымен қозғалып, тек қонған сәтте командир оны түзеп қондырады. Алдыңғы шассидің тіреуі ашылмағандықтан лайнер тұмсығымен жерге ұрылып, біраз қашықтық тұмсығымен сырғып өтеді. Ұшақ демалушылардан небәрі 30 метр жерде тоқтайды. Демалушылар мен борттағы 69 адамның барлығы аман қалады. Бұл аварияға әуежайдағы компанияның өлшеу жүйесінде қателік жібергені себеп болды. Мәселен, ескі ұшақтарға жанармай фунт және галлонмен есептеп құйылса, ал жаңа Боингқа жанармай өлшемі килограмм және литрмен есептеліп құйылады. Ескі ұшақтар өлшемін қолданып, жердегі команда ұшаққа 2 есе аз жанармай құйған. Ұшқыш Роберт Пирсон Гимлиде болған оқиға оған сенімділік бергенін айтып, зейнеткер болғанша ұшуын жалғастырған. Барлық ұшақтар апатсыз өз бағытына аман есен жетсін. Сіздермен болған жер домалақ арнасы. Қиын болмаса лайк басып тіркеліп кетші бауырым.